Бүгін құрметті ұстаздар және оқушылар, көңілдеріңізде көктем шуағындай сезім мен нұр құйып, 7 мамыр отан қорғаушылар мерекесі де келіп жетті. Осынау айтулы мерекенің қай кезде де орны бөлек. Олай болатыны абзал азаматтарымызға деген ыстық сезім, алғыс пен құрмет ешқашан сөнбек емес. Ендеше бүгінгі мерекелік шарамыз өздеріңізге арналады. Уважаемые педагоги, дорогие учащиеся, сегодня мы отмечаем замечательный праздник – День защитника Отечества. Это праздник всех тех, кто стоит на страже нашего Отечества, защитников мира, свободы и спокойствия. Солдаты и командиры нашей армии стоят на службе и днем, и ночью. И сегодня хотим поздравить не только ваших отцов, братьев, дедушек, но и наших коллег, а также учащихся, будущих защитников нашей Родины. С днем рождения Вооруженной армии Республики Казахстан! Құрметті ата-аналар, оқушылар, ұстаздар, сіздерді ертеңгі келе жатқан отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Еліміздің тыныштығын, халқымыздың бірлігін, аспанымыз ашық болып, Қазақстан Республикасының азаматтары мен азаматшаларын, елін, жерін, отанын қорғауға әрқашанда дайын. Құрметті біздің әріптестеріміз, оқушыларымыз, ата-аналарымыз, біз сіздерді алда келе жатқан отан қорғаушылар күнімен құттықтаймыз. Ең алдымен барлығыңызға, дендеріңізге саулық тілейміз, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Біздің үлкен шаңырағымыз болып Қазақстан Республикасының үшін, оның әрдайым өсіп өркендеу үшін еңбектеріңіз жана берсін. Барлық сіздерге жақсылықтарды біз шын жүректен тілейміз. Дорогие наши юноши, дорогие наши мужчины, поздравляю вас с Днем защитников Отечества. И в преддверии этого замечательного праздника желаю вам здоровья и мира. Мирного неба над головой, мира в ваших семьях, мира в душе, мира в стране. И хочу, чтобы ваши силы пригодились для защиты наш только в мирное время. Дорогие наши мужчины, коллеги и дорогие ребята, разрешите поздравить вас с наступающим Днем Защитника Отечества. Желаю вам всего наилучшего, неиссякаемой энергии, благополучия в ваших семьях. И всем, кто защищал нашу Родину, служил или будет защищать, всегда стояли на страже, на рубеже нашей Родины. Құрметті біздің ер азаматтар, оқушылар, сіздерді келіп жеткен отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге денсаулық, табыс, таусылмайтын дәулет, айырылмайтын бақыт тілейміз. Еңселеріңіз биік болсын, әрқашан алға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіздер дегім келеді. Мереке құтты болсын. Уважаемые мужчины, дорогие наши мальчики, поздравляю вас с наступающим Днем Защитника Отечества, нашего Отечества, великого Казахстана. Хочу пожелать вам прежде всего здоровья, для того, чтобы у вас были силы защищать нашу Родину, работать на благо нашей страны, работать ради покоя ваших семей. И как каждая мать, каждая женщина, не только в нашей стране, во всем мире, я желаю мирного неба. Құрметті азаматтар, әріптестер, келе жатқан 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Еліміздің өркендеуіне атқарып жатқан игі жұмыстарыңыз алға баса берсін, табысты бола берсін. Отбасыларыңызға амандық тілеймін, дендеріңізге саулық тілеймін. Бойыңыздан жігерлік, батырлық қасиеттері арта берсін. Мейрамдарыңыз құтты болсын. Как гордо звучат слова «Защитник Отечества». Наши солдаты, офицеры, генералы в любую минуту готовы стать на защиту нашей Родины. И нас с вами. Наши мальчики очень хотят быть похожими на них, стать такими же сильными и отважными. Давайте же сейчас поздравим наших будущих защитников Родины. От всей души мы пожелаем им расти сильными, смелыми, мужественными, добрыми и благородными. И всегда помнить о высоком звании – воин.
кезде де батылдық пен ерліктің, қаһармандықтың символы. Отанға деген сүйіспеншілік пен адалдықтың өлшемі. Ал сіздердің өздеріңіз, құрметті әріптес азаматтар, болашақ ұрпақтар үшін, егемен еліміздің тәуелсіздігін қорғаушылардың бәрі үшін жарқын үлгі болып қала бересіздер. Құрметті азаматтар, біздің мектептің ұстаздары, оқушылар, сіздерді 7 мамыр отан қорғаушылар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Отанға адал, елге қайырымды, отбасына мейірімді болыңыздар. Қайратты, мақсатты болыңыздар. В этот весенний день казахстанцы поздравляют всех, кто готов защищать Родину, кто служит миру во всем мире, тех, благодаря кому над нами светит мирное солнце, а наша республика и все ее жители могут спать спокойно.